Ибрахим болды, Абай Құнанбаев татар молдаларына еріп, өзіне молда болып, аға сұлтан болғаннан кейін баласын атын Ибрахим деп қойды. Сонда ақсақалдар айтқан ғой, жүйіттің атын қойып не бар деп. Сол кезде Абай деп өзгерткен. Ибрахим деген Авраам деген. Авраам деген еврейлердің атасы, Сауд арабтармен. Сенің дүз қайнаса да сорпасы қосылмайтын. Сосын Құнанбай деген қажылыққа барып келгеннен кейін басын ұстап келген жоқ. Сендер оқымайсыңдар ма Құнанбайдың? Жұмақта біз тұрып отырған екенбіз ғой деп. Бір таудың тасын, бір тауды, орманды, көлді неге апармады деп. Шөлден өліге қалған ғой, вообще ете салып кеткен. Қазақ дейтін қай жерге барғанда аруақтарға бір әулие адамдар болса, солардың басына кесене салады. Мұса пайғамбар Моисейге де біздің ақсақ темір салып берген жоқ. Кім салып берген жоқ па? Сұлтан бейбарыс. Ақсақ темір қаншама кесене салды. Арабтар молада салып өлмейді ғой, айналайындар ол. Көметте бір тас қойып жүре береді, аттап болды. Дастарханда аттап жүрген халық, ол қайдағы имандылық, қайдағы оларда не? Қызды затқа санайды, қызды қызғанады, қызды сататын сарттың несі ғой бұл. Қазақта қызды төрге отырғызған, оң жаққа отырғызып, қызды құрметтеген бір ауылдың ұйтқысын ұстайды деп. Еркек елдікі, әйел үйдікі деген қазақта. Сендер қайда қаңғып жүрсіңдер білмеймін. Өзің қазақтың ділі дейтін, салт дәстүрі дейтін жерді жете орайды ғой. Өздерін танымай қайдағы жоқ бір жөйттердің нелерін айтып, миды ашытып отырсыңдар мына жерде. Сендермен спорласқаннан мен 5 жасар баламен сөйлескенім жақсы. Аспаннан түсетін болса, нағып жүріп біздер жұмыс жасап. 4 қатын алам деп жас балдар жүр. Айналайын, бір қатын дәрең бағып жүріп, балдарымыздың болашағы не болады деп. Тартып кетпесе екен, жаман нәрсеге ілініп кетпесе екен деп. Білім алса екен деп, еліне жұмыс жасаса екен. Өлгенде ештеңең қалмайды деген атың қалады дейді. Онда да жақсы адам болсаң атың қалады. О айтатын несі бар оның? Ойланады. Мына жерде дейтін тәңіршілдеңдер, агностиктеңдер, қай не еді? Бәрі қазақ үшін жүр ғой. Қазақтың ішіндегі сол сендер сияқты емес, арабты дәріптеп отырған. Өзінің бір атасын танымайды, жас балдармен сөйлесесің. Мына атаңды білесің, жеті атасын да білмей жетесіз келең. Қайдағы жоқ Мұхаммед пайғамбардың туып он неше әйелі болған, неше тұқым болғанын біледі, ал өзінің аталарын білмейді. Ол қазақ па? Тектілік деген бар емес пе? Бір емшек ембеген адамдар үйленіп жатыр, ал Мұхаммедтің өмірінің үмбеті болсаңдар, солай жүріңдер онда. Бірін ағайын қыздарыңды алып. Қазақ қашан көрдің? Жеті ата қолайды, қан тазалығын ұстаған. Оны ғылымдарда дәлелдеп отқан нәрсе. Ал біздің мына ұстап отқан дүниетанымыз, іліміміз, тәңірлік дейтінде, ол баяғы түріктерден келатқан, түркі дәуірінен, сақ дәуірінен келатқан нәрсе. Ол жерден ғылымға еш нәрсеге қайшы келмейді. Реинкарнация деген бар ғылымда. Бәрінде айтып кеткен ғой біздің бабаларымыз. Жұлдызды айтып кеткен, арай, айман, шолпан деп. Құранда дейтін, жер жалпақ дейді, күн жерді айналады дейді, кешке балшыққа батады дейді, жұлдыз шайтанға ататын дейді, арайға ұшып жатқан жоқ қой Марсқа. Сендер қай дәуірде жүрсіңдер енді, оқымаңдар ше өздерің нелеріңді. Кезінде сенген шығар енді. Ал бізге дейтін 19 ғасырда сол кімнің кезінде қатты кірді ғой? Екатерина. Кіргізген жоқ па татар молдаларын? Бұлардың тізесін бүктірмесек, бұлар батыр халық, қорықпайды, жауға шаба береді, өлімнен қорықпайтын халық. Бұларды Құдаймен қорқыту керек деп. Авраамдықтан да кіргізді ғой. Сол осы күнге дейін соғыста дейтін мана Белоруссияда нелерде балшықтан қазақтар табылып жатыр. Қалай табылып жатыр? Басқа табылмаса, сүйегінің қалтасында тапқанда тырнағымен шашы жүреді, шашпайды, сақалы жүреді. Қазақтың тәңірлігі ілінбес пе бұл дейтін? Шашпайтын.